Саламатсыз ба? Біз қазір веб парақшаны ABCNet латын әліппесіне қалай бір сәтте айналдыруға болатынын көрсетпекшіміз. Ол үшін осы Chrome бағдарламасы үшін extension, яғни қосымша кішкене бағдарлама жасалынған. Оны қолдану үшін сіз бірінші Web Store-ға барасыз, Chrome Web Store-ға барасыз. Оны Google-дан Web Store деп іздеуге болады. Оған кіресіз. Осы жерден ABCNet деп іздейсіз. ABCNet, өйткені әліппенің аты ABCNet. Осы жерде оны тауып алғаннан кейін, add host деген сөз ішіне кіріп, мына жерде бұл бағдарлама біздің браузерімізге қосылғанда, мына жерде remove, яғни алып тастау деп тұр. Сізге қосу үшін осы жерде қосыңыз, add to Chrome деген болады. Соны сіз басасыз. Сол кезде ол мына жерде пайда болады, осы жерде пайда болады. Енді сіз оны мына жерге шығарып қоям десеңіз, мынау инені басып қойсаңыз болады. Басып қойсаңыз осы жерде тұрады, сонда сізге мына жаққа кірудің қажеті болмайды. Ал егер баспасаңыз, сонда осы жерде болмайды. Әрдайым экстеншнның ішіне кіріп, осы жерден басып отыру керек болады. Осы жерде тұрсын. Ал мысалы, біз егемен KZ веб-сайтын латиницаға бір сәтте аударайық. Міне парақша ашылды, көріп тұрғаныңыздай. Кәдімгі егеменді Қазақстан газетінің бірінші парақшасы. Осы жерде қараңыз, бір сәтте ABCNet extensionға басасыз. Мына парақша бір мезетте ABCNet латын әліппесіне аударылады. Міне сіз көріп тұрғаныңыз коронавирус, абай, президент, руханият, спорт, барлығы ABCNet ережелеріне сәйкес аударылып, өте жеңіл оқылуына көз жеткізіңіз. Осыны өзіңіз оқып қарап, бұл әліппенің қаншалықты жеңіл, бұл әліппенің қаншалықты енгізуге, түсінуге жеңіл екенін аңғара аласыздар. Қолданыңыздар. Тағы да бір қосып кетерім. Бұл әліппе әрдайым жаңару барысында, әрдайым бұл жерге жаңа ережелер қосылып тұрады. Сондықтан сіз мына жерде экстеншнның өзінің версиясын тексеріп тұрсаңыз жақсы болар еді. Мысалға, қазіргі кезде осы веб-старда тұрған ең соңғы версиясы 6.11, 18 қазан күні шыққан. Күнделікті версиясы үлкейіп тұрады. Егер версиясы мына жерде сіздікінен үлкен болса, өзгеріс байқасаңыз, онда оны жаңарту керек. Жаңарту үшін мына экстеншнға қайтадан барасыз. Осы жерден manage extensionға барасыз, немесе мына жерге басасыз да update деп жазасыз. И осы жерде ол жаңарады да, мына жерде саны өзгереді. Жақсылығыңызға қолданыңыз, ABCNetпен танысыңыз, сау болыңыз, сұрақтарыңыз болса жазыңыз.